Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мойынсыну 2 бөлім. Үлкен кісілер екен, ішімнен қартайғанда тапқан кенжетайлары болар деп топшыладым. Таңертең ауруханаға барып, ұлдарының халін біліп шығыпты. Енді ашуға булығып, айқай шығаратын болар. Бауыр еті баласы ғой, қанша дегенмен. Жоқ, мен ойлағаннан мүлде бөлек жағдай болды. Әкесі өте сабырлы кісі екен. Мен Орынбасардың әкесімін. Атым Қалтай. Мына отырған анасы Рәзия. Кеше сіз хабарласқан соң бірден жолға шықтық. Жаман ойлап жер астымен келгенбіз. Құдайға шүкір, жарылған бас жазылар, сынған қол бітер. Әйтеуір баламыз аман екен деп қарап отыр. Анасында үн жоқ. Көз жасын сығымдап, жаулығымен ұшымен сүртіп қояды. 3 студенттің ата-анасы сізбен жолыққысы келеді. Бұзақылар жасаған қиянаты үшін міндетті түрде жауап береді. Сотталады. Оқудан шығару туралы бұйрық дайын. Директор жиналыстан келген соң қол қоятын болды. Дедім мән-жайды қысқаша баяндап. Қарағым, қылышты да сермеудің өз әдебі болар. Әуелі ол балалардың ата-аналарымен кездесейік, сөйлесейік, деді қария. Жақсы, айтқаныңыз болсын. Жиналған барлық ата-аналармен бірге директордың алдына кірдік. Орынбасардың әкесі Қалтай ешкімнің де сөзін бөлмей мұқият тыңдады. Ішімнен не айтар екен деп ойладым. Түрінен еш өзгеріс көре алмадым. Тыңдай білудің өзі үлкен өнер екенін осы кісінің мінезінен ұққандаймын. Бұл жерде балалардың кінәсінен бұрын әкелердің тәрбие берудегі олқылығы басым-ау, деді Қалтай ақсақал. Жастың аты жас, ұшып-қонып ұрынбай, қателеспей жүре ала ма? Бірақ сол жасаған ісін, бүлдірген тірлігін әкесіне ыңғайсыздана отырып сырғып айта ала ма? Түсінетініне шын сеніп бөлісе ала ма? Ұлдың жүрегіне құлақ түретін, оның мұң-шерін сырын тыңдайтын әке бар ма қазір? Уақыт жоқ, қол тимейді деп жылы жауып қоясыңдар да, сосын әттеген айлап, атой салып, жұдырық сермеп жатқандарың сол әйелге не кінә қоясыңдар? Олар не істерін білмейді, ақыры жасырады, жабады. Соңында бәріне кінәлі болуымен қатар таяқтың бір ұшы соларға тиіп жатады. Бала тәртіп бұзса, бұзақылық істесе, оның жауапкершілігі болатынын, оны әр азамат мойнымен көтеруге тиіс екенін қаршадайынан құлағына құйып дұрыс бағыт бере алмасаңдар, оған өздеріңнен басқа кімді кінәлайсыңдар? Кабинетте шыбынның ызыңы ғана естілетін тыныштық орнады. Балаңызға жаңа күрте алып берейік, емін мойнымызға алайық, қолымыздан келгенше көмектесейік, десті айыпты ата-аналар. Біз жолдан шаршап келдік, айналайындар, демалайық. Ертең мына қыздың кабинетінде сөйлесерміз, деді қария. Жақсы, амандықта болайық. Қалалық ата-аналар шығып кеткен соң Орынбасардың әке-шешесіне сіздерді шығарып салайын, дедім. Қай жерге орналастыңыздар, мекен-жайларыңызды тастап кетіңіздер. Маған керек болып жатсаңыздар, тауып ала қоямын. Қарағым, сол орналасатын жерді енді іздемекпін. Алматыда туысымыз жоқ еді. Басшымыздың кабинетінен шыққан соң өз бөлмемнің есігін ашып, екеуін ішке кіргіздім де күте тұруларын өтіндім. Өзім директорға барып, бар жағдайды түсіндіріп, 3-ші жатақханадағы қонақтарға арналған бөлмеге орналастыруға рұқсат алдым. Сіздерді жатақхананың қонақтарға арналған жағына жайғастырамын, дедім кабинетіме қайтып оралған соң. Жүріңіздер, жатақханаға ертіп келіп, мынау жатын бөлмелеріңіз, деп орындарын көрсеттім. Дәлізге шығып оңға бұрылсаңыздар, ас үй, солға қарай сәл жүрсеңіздер, әжетхана бар. Оның жанындағы есік жуынатын бөлме. Орналаса беріңіздер. Сәлден соң комендант керек жарақтарыңызды әкеліп береді. Сау болыңыздар. Жолдан Бақтиярға кіріп, үлкен кісілерге қажет жабдықтарын беріп, көмектесуін тапсырдым. Бәрінен бұрын Қалтай ағамыздың сабырлығы мен салқындылығына тәнті болдым. Құлақпен емес, көкірекпен тыңдай білу керектігін ұғындым. Қала мен даланың арасы жер мен көктей екен-ау. Қаланың қазақтары болса, құртамын, жоямын, моральный ущерб төлейсің, деп дүрсе қоя беріп, сөз тыңдамай да қояр ма еді, кім біледі. Ертесіне кураторларға топтармен тығыз жұмыс істеуін тапсырып, жатақхана коменданттарын шақырттым. Іштегі ахуалмен қоса сырттағы жағдайларды назарға алуын өтіндім. 3-ші жатақхана коменданты әлгі ертіп келген кісілеріңіз қандай керемет ақпейіл адамдар деп таң қалып отыр.
Не болды? Кеше кешкісін ет асып баласымен бірге оқитын ұл-қыздарды түгел тамақтандырыпты. Қыздар оқтау тақтай апарып қамыр илеп нан жайысыпты. Қалтай атамыз домбырамен күй шертіп терме айтыпты. Орынбасардың атасы мен әжесі балалардың бәріне ұнапты. Атасы мен әжесі емес, әкесі мен анасы дедім күліп. Жүзінен нұры тасып төгіліп тұрған жақсылар түбі ауылдан шығар. Ертеңіне ата-аналар жиналып Қалтай ағаны күтіп отырдық. Есіктен кірген қария арада ештеңе болмағандай барлығымен қол алысып амандасып жағдай сұрасты. Мұнымыз дұрыс болмас, балаларды қамаудан шығарайық, ол үшін не істеу керек, деді. Сосын тілдерін жұтып қойғандай ата-аналарда үн жоқ. Меңіреу тыныштықты мен бұздым. Ол үшін кешірім қолхатын бересіз, аға. Орынбасар да оларға ешқандай кінәрат талабы жоқ екенін айтып, қолхат жазуы қажет. Мен қолхатты қазір жазамын, ал баламнан қолхат алуға мені кім апарады? Бұзақылардың бірінің әкесі үн-түнсіз орнынан тұрды. Қалғандары кіреберістегі фойеде күтетін болды. Қалтай ағалар келген соң бәрі Бостандық аудандық полиция бөлімшесіне барады да әрі қарай тірліктерін өздері бітіреді. Директорға кіріп Орынбасардың ата-анасы кешірім бергенін, 3 баланы соттатпайтынын мәлімдедім. Шаймерденовна, сізге рахмет. Әйтпесе бүкіл елдің алдында масқара болар едік, деп жатыр басшымыз. Рахметті Орынбасардың әкесіне айтыңыз, дедім. Үлкен жүректі кісі екен. Бұйрықты бұзып, әлгі балаларды оқудан шығармауды өтінді. Сондықтан қалай болмақ? Еш қиындығы жоқ. Шығарылған бұйрық нөмірімен қатаң сөгіс жариялай саламыз. Өзім ата-анасымен қосып үшеуін де жиналысқа салып кешірім сұратамын. Қайталанса, автоматты түрде оқудан шығарып жібереміз. Арада бір апта өткенде кешірім беріліп, балалар қамаудан шықты. Жиналысқа салдық. Дүйім жұрт көзінше үшеуі жылап тұрып, Орынбасардан да, оның ата-анасынан да кешірім сұрады. Әкелері менің кабинетіме келіп, Қалтай ағамыздың алдында тік тұрып, ризашылығын білдірді. Бұл кабинетте талай ұрыста болды, рахмет те айтылды. Кей студенттерім қатесін түсініп, дұрыс жолға түсіп жатты. Сәл қиыншылықты көтере алмай, бұрылмай кеткендері қаншама. Уақыт өте келе Орынбасардың ата-анасы Алматыға келгенде әлгі 3 бұзақының әке-шешелерінің үйіне түсетін болды. Тамыр болып туыс атанды. Арамызда осындай жақсы кісілер барда, қазағымның кең пейілі мен даналығы жоғалмасына сенімдімін. Қалтай ағамыз бен Разия апамыз жатақханамызда 10 күндей жатты. Баласын ауруханадан шығарып, маған әбден табыстап кетті. Апамыздың бір сыдырғы мінезіне риза болдым. Ағамыз болса кетерінде үзілген үмітімді жалғаған, өшкен отымды тұтандырған Орынбасарым ғой бұл, деп еміренген еді. Ал мына Ордабектің айтып тұрғаны не сонда? Шешетін мәселенің шешімін менің мойныма кесіп іле салатындай. Ордабек есіктен кірмей жатып, төр менікі дегендей, мына сөзіңізді қалай түсінеміз? Орынбасарды мен өте жақсы білемін, ата-анасын да танимын. Өзі өте мінезі жайлы, жақсы бала. Әкесінің берген тәлім-тәрбиесімен мін таппайсыз. Ордабек одан сайын ыңғайсыздана түскендей көзін төмен салып, бір жөткірініп алды да, ұзақ әңгіме айтатын адам секілденіп жайланып отырды. 3 қыздың ортасында жалғыз ұл болып өстім. Әкем мен шешем үлкен лауазымдағы кісілер, еш қарсы келмей еркелетіп-ақ бақты. Мен олардың көп күттірген кенжесі едім. 3 әпкем тіпті бетіме келген емес. Кезектесіп, бірі сәнді би мектебіне, екіншісі жүзу үйірмесіне апаратын. Ол аздай фортепиано классында үздік аяқтадым. Қарағандыдағы жоғары оқу орнына түсіп, Лашынды кездестірдім. Оны бір көргеннен құлай сүйдім. Қара торының әдемісі, еліктің лағындай ерке қыз болатын. Сыңғырлаған күлкісі тау бұлағының тәтті сылдырындай. Ренжуді білмейтін. Оның жатақханасынан шықпайтын болдым. Орысшалау тәрбиеленгенмін, орысша сөйлеймін, орыс тобында оқимын. Сосын Балашынның домбыра тартып ән айтқанына тәнтімін. Сол арқылы домбыраға, жалпы қазақ әндеріне аңсарым ауды. Қазақ екенімді сезіне бастағанда едім. Көп ұзамай үйленуге шешім қабылдадым. Ата-анама айттым, неге соншама асығасың, жүре тұрмайсың ба, деді. Қоймадым. Лашынды үйдегілермен таныстырдым. Әпкелерімнің бойы тапал, Лашынның белінен келеді. Ауылдан шыққан қарапайым қыз екен, әлі де ойланарсың, десті олар. Әкеме
лашынсыз тұра алмайтынымды, оны шексіз сүйетінімді жеткіздім. Әкем мен шешем Жамбыл облысына Лашынның ауылына барып, оның ата-анасының алдынан өтті. Анам үлкен той жасауға қарсы болды. Жарасып кетсеңдер кейін көрерміз деді. Некеге отырып бақытты күн кешіп жаттық. Лашын әкеме ұнағанымен қалғандарының көңілінен шықпады. Ордабек туыстарың көп екен, бірақ неге өзара сирек араласасыңдар? Бір-бірлеріңе қонаққа баруларың неге сонша қиын? Менің әкем аптасына кем дегенде 2 рет қонақ шақырады. Ал сендер тіпті көршілеріңді де танымайсыңдар. Қандай қазақсыңдар деп Лашын қалжыңға сүйеген болып, таңданысын да білдіріп қалатын. Біз отау құрып, Қалтай атам мен Разия енемнің ауылына барғанда бір күнде 3 үй қонаққа шақырды. Шетінен күйші, әншілер ел екен. Ақ көңілдері мен кең пейілдері дариядай. Лашынның аяғы ауырлап айы-күні жақындағанда еліне тағы бір апарып келдім. Bir күні түн ортасы ауа толғағы қысты. Перзентханаға жедел жәрдеммен жеткіздік. Түнгі 2-де ұлды болғанымды білдім. Таңды қуаныштан көз ілмей қарсы алып, перзентханаға жол тарттым. Ұлымды қалай тәрбиелейтінімді, қайда барсам да өзіммен бірге алып жүретінімді, тағы да басқа арман мақсаттарымды қиялдап қоямын. Ұлым менің ізім, ұрпағым ғой. Әкемнің қуанышында тіпті шек жоқ. Телефон тыным табар емес. Құттықтаушылар легі бір толастамайды. Ұлымның дүниеге келген қуанышы үйдегілердің бәрінің жүрек кілтін дәл тауып, тіршілік тұтқасын ашып жібергендей мереке толқыны басталып та кетті. Перзентхана сыртында тұрғандардың бәрінің әйелдері терезеден қарап, күйеулерімен кейбірі ымдаса түсініп, кейбірі айғайлай сөйлесіп жатты. Тек Лашын терезеге келмеді. Дәрігеріне жолықтық. Өте ауыр босанды. Көп қан кетті. Жағдайы қиын деді. Қан тапсыруымызды өтінді. Кешке қайнатпа сорпа алып перзентханаға шығайын деп жатқанымызда Лашынның қайтыс болғаны жайлы суық хабар жетті. Аспан төңкеріліп жерге түскендей болды. Армандарым өртеніп күлі көкке ұшты. Дауылдатқан қара құйын үйдегі бүкіл қуаныш пен мерекемізді түп тамырымен жұлып әкетті. Қуаныш пен қайғының қатар келуі жаман екен. Күні кеше ғана Лашынның әкесінен сүйінші сұрадым емес пе? Жиен немерелі болдық деп, олар да жолға шығуға дайындалып жатыр еді ғой. Енді мына суық хабарды қалай айтамын? Неге бұлай болды? Құдайға не жазып қойып едім мен? Анам Лашынның әке-шешесіне хабарласып, жаманат хабарды жеткізді. Жамбыл жақтан бір қауым ел жиылып келіп, қабырғамыз қайысып, Лашынымды мәңгілік сапарына шығарып салдық. Жер қойнына тапсырғанша сенбеген едім, орнын сипап қала бердім. Лашынның әкесінің сұп-сұр болған түріне батылым жетіп, қарай алмадым. Шешесінің тіпті құр сілтері қалған. Сай сүйегіңді сырқырата жоқтау айтып жылағанда құлағыңды тарс жауып мына дүниеден безіп кеткің келеді. 3 күннен соң жылай-жылай көз жасы сарғалған, қайғыдан жүректері қарс айырылған қаралы қауым еліне қайтты. Әкем қатал адам, айналып толғана бермейтін, тіпті маңдайынан да иіскеген емес деуші еді Лашын, бірақ қоштасып кете бара жатқанда мені арқамнан қағып маңдайымнан бір сүйді. Анам перзентханадан немересін алып келуге дайындық жүргізіп жатты. Мен баланы үйге әкелуге үзілді-кесілді қарсы болдым. Лашынның өліміне бірден бір кінәлі адам сол ұл деген ой маза бермеді. Қандай пендешілік, өзімді де кінәладым, бірақ ұлымның кінәсі менікінен де ауыр деп есептедім. Жүйкем жұқарып, ауруханаға жиі түсетін болдым. Ұлыма әкелік, мейірім көрсетіп, еміренудің орнына жүрегім беріштей боп қатты да қалды. Қайғыдан қабырғам сөгіліп, жүрегім қан жылап тұр. Сонда да мына сорлап қалған Ордабегімнің сәл беті бері қарап, баласына көңілі жібігенше, немерем нағашыларының аялы алақанында өссін деп, әкем байғұс қиналса да қимаса да, ұлымды Лашынның төркініне беріп жіберді. Әулиеттің көз қуанышы төлімнің басы кетіп барады-ау, неге осы босағада қала бермейді деп, анамның қалай боздап жылағанын мен сізге айтып жеткізе алмаспын. Әкемнің абыройының арқасында оқуды да бітірдім. Өмір өзенінің ащы мен тұщысын татып, ағысымен жүзе бердім. Үйленуге асықпадым. Уақыт емші дейді ғой. Қайдам, жүрекке түскен заттың емі жоқ секілді, оны уақыт емдей алмайды. Мойынсынасың да мойындайсың. Мамандығым бойынша жұмыс істеп жаттым. Тапқаным қара басымнан артылмайды. Мұз боп қатқан жүрегімді ұлым бар дейтін кішкене шырақ лебі еш жылатпай-ақ қойды.
бір күні үйдегі үстелдің суырмасын ақтарып отырып лашынның қол айнасын тауып алдым. Жан дүнием астаң-кестең болып біразға дейін басылмай қойды. Жүрегімдегі лашынның күлімдеген бейнесін айнадан көргендей болдым. Мұрныма бизнестің иісі мүлде бармайтынын жанедім. Аяқ астынан айна сатумен айналысамын деп шештім. Әкеммен ақылдасып едім, әуелде сәл сенімсіздік танытқанымен бастапқы қаражатымды көтеріп қолдайтынын білдірді. Жігерленіп жұмысқа кірістім де кеттім. Ұсақ, шағын қол айнадан бастап үлкен көлемді айнаға дейін сататын болдым. Істің көзін таптым. Тасым мөрге домалап жүре берді. Тиыннан теңге қыраудың ұстасы бола бастадым. Жағдайым жақсарды. Небір сұлулар қарсы алып шығарып салатын болды. Үйлену туралы ой санама кіріп те шықпайтын. Саудада достық жоқ. Бір ғана бақытпен жүрсең, тұралап қаласың. Енді мата сатумен де айналыстым. Шет елден таза мата әкелуге өзім баратын болдым. Жақсылап жұмыс жүйесін қалыптастырдым. Даңғарадай үй соқтым. Ата-анамның айтуымен солар таңдаған қызға үйлендім. Жас шамамыз алшақтау болғанымен үй тірлігіне пысық екен. Ата-анамның көңілін таба білді. Дүниеге қызым келді. Әкелік сезімімді оятты. Араға 3 жыл салып екінші қызым өмір есігін ашты. Кіші қызым 10 жастан асқанда әйелім жатыр обырмен ауырып бала көтере алмайтын болды. Қыздарым аман болсынмен өмір өте берді. Бірақ әлдене жетіспейтіндей өзімнен өзім алаңдап мазасыздана беретін халге ұшырадым. Мына дүние мүліктің ертеңгі егесі кім болмақ? Орнымды кім басады? Осындай ойлар жегідей жеді. Ұлыма қиянат жасаппын-ау. Қазір қалай екен? Өзін көрсем табыссам деп елеңдей бастадым. Бірден Жамбыл қайдасың деп жетіп баруға бет жоқ. Сұрастыра келе Сабыр досымды таптым. Ұлымның осында оқитынын білдім. Қарағандыдан бірнеше рет келіп сыртынан қарап өтем. Қол созым жерде тұрғанымен жанына баруға жүрек құрғыр дауаламайды. Ат ізін салмадың, іздемедің, енді неменеге келдің? Керегің жоқ десе қайтем, қайда барам? Ұлыңыздың орнында өзіңіз болсаңыз не істер едіңіз? Дедім ренішімді жасыра алмай. Соған жауап беріңіз де жолыңыздан қалмаңыз. Керек кезінде қасынан табылуға жарамадыңыз. Мәпелеп бағып-қағып, жаялығын жуып, боғынан арылтып, ыстығына күйіп, суығына тоңған атасы мен әжесінен енді жігіт болған шағында алып кетем деуіңіз бола қоймас. Қалай бердіңіз, солай ұмытқаныңыз жөн болар. Бұл іске мені араластырмаңыз. Сізді орынбасар қалай қабылдайды? Жанын жаралап алмайтыныңызға сенімдімісіз? Сізден сол көмек қолын сұрай келдім ғой. Атасы да, ол да сіздің бір ауыз сөзіңізді жерге тастамайды деп естідім, деді ол тағы да кібіртіктей сөйлеп. Қағыс есіпсіз, есік анау. Сіз маған ештеңе айтқан жоқсыз. Мен ештеңе естіген жоқпын. Барыңыз. Тауы шағылғандай болып үн-түнсіз шығып кетті. Ол кезде жаспын. Отбасы, бала дегенге аса бас ауыртпайтын, перзент алдындағы жауапкершілік дегенді айтарлықтай сезіне бермейтін кезім ғой. Кеше өзің кеудесінен кері итеріп кергіп қабылдамаған балаңды бүгін неге еметайың езіліп іздей қалдың? Барыңды бағаламаған өзіңнен көр деген ой тұрды көкейімде. Жазғы демалысымда еліме барып, аунап-қунап қайттым. Шаймерден әкем әңгіменің майын тамызып айтатын, нені сырғып шертсе де көкірегіңе орнығып, жадыңда сайрап тұратындай етіп жеткізетін сөзге шебер адам. Папа, сіз үшін ұл артық па, әлде қызды жақын тартасыз ба? Кімді жақсы көрер едіңіз? Деп сұрадым сөз арасында. Салтан, ата-анаға барлық баланың орны өзгеше. Тұңғышың бірінші қуанышың, кенженің орны бір төбеде, қалғандарының орны бір төбе. Сонда жанатты бәрімізден де артық жақсы көресің бе? Бәріңді де жақсы көремін. Кім перзентін жек көрсін? Баланың қадірін түсінетін жаста дүниеге келген кенжеңе көз қарасың мен махаббатың өзгеше болады екен дегенім ғой. Бастарыңа келсін. Күліңдер, күле беріңдер. Ұлың қолыңда қалады. Қыз бала өз жұртына кетеді. Ұлыңның баласы өз немерең, қыздың баласы жиен немере болар. Өзіңдікінің әрине орны бөлек. Осылай бөледі екенсіңдер ғой. Түсінікті. Жоқ, жиендерімді де жақсы көремін. Қызымнан туып өсіп өріп отырса, қалай жақсы көрмейін? Олардың да ата-анасымын. Нағашы атасымын. Бірақ жиендердің өз егейлері бар да. Ойланып қалдым. Папа, маған бір кісі келіп қолқа салып еді, деп сосын Ордабектің хикаясын қысқаша баяндап бердім. Сөйттім де, бірақ мен оны кабинетімнен сыпайы түрде қуып шықтым.
кезінде өзі бас тартқан бауырына баспаған, бағып-қақпаған баласын енді неменеге іздеп жүр? Балам-ау, бүйткенше ол байғұсты бұрышқа тұрғызып қойып атып тастамадың ба? Деді әкем күтпеген жерден. Әкемнің бұл сөзі өңменімнен өтіп кетті. Ісімнің дұрыс болмағанын түсіндім. Ағып жатқан өзенді басқа жаққа бұрып, қолдан қуаңшылық жасаған болмаған екен. Қызым, қолыңнан келсе жалғап жібер. Игіліктің ертекесі жоқ. Елден мойныма қара тас байлап қайтқандай болдым. Бір күні жұмыс арасында Наталья, қазір 3-ші пара аяқталғанда 304-ші топтағы орынбасарға сабақтан соң маған келіп кетсін деп ескертші деп тапсырдым хатшыма. Жақсы, айтайын, деді ол. Сабақтан соң орынбасарым келді. Сәлеметсіз бе? Шақырттыңыз ба? Иә, шақырттым. Жағдайың қалай? Жақсы. Түріне қарасам маңдайының кері қарыс ашықтығы, ат жақтылығы мен бүркіт мұрны Ордабекке келеді екен. Әке-шешеңнің халі жақсы ма? Шүкір жақсы. Күнде хабарласып тұрады. Кешкі сағат 9-дан кейінгі вахтадағы телефон қоңырауы менікі деп жымиды ол. Орынбасар, саған айтар ұзақ әңгімем бар. Көңіліңе келіп жатса ренжімессің. Айту парызым. Бұл сөзімді әкеңе айтасың ба жоқ па өз еркің. Салтанат Шаймерденовна, түсіне алмай тұрмын. Не боп қалды? Қазір түсіндіремін. Бұдан біраз уақыт бұрын бір кісі келіп сенімен жолықтыруымды өтінген. Ата-анаңды жақсы білетіндіктен оның өтінішін құп алмай мүлде тыйып тастаған едім. Кейін қайта ойландым. Оным дұрыс болмаған секілді. Қалай айтарымды білмей тұрғаным, орынбасар, бәріміз де қателік жібереміз. Бірақ соны мойындап, бірінші болып қол созған кісі ең батыр кісі деп есептеймін. Өмірде түрлі жағдай болады. Біреулер барынан айырылып, енді біреулер жоғалтқанын тауып жатады дегендей. Қысқасы, маған келіп кеткен кісі сенің әкең Ордабек, дедім әңгіменің ашығына көшіп. Бірақ баланың жүзінен ешқандай таңданыс табын көре алмай тосылып қалдым. Әкемнің Ордабек екенін бұрыннан білемін, деді бала. Мені ес білгелі Қалтай әкем өзінің маған нағашы ата екенін қайта-қайта айтып құлағыма құйып жүрді деп жалғады сөзін орынбасар. Мені одан сайын таңдандыра түсіп, сенің анаң Разия емес, Лашын, ал әкең Ордабек деп отыратын. Яғни мен әу бастан-ақ бәрінен хабардар едім. Анам мені туа салып қайтыс болыпты. Әкем Ордабек, нағашы атам мен әжем өмірден түңіліп кетпесін деп, алданыш етсін деп, мені оларға Құдай алдында сұраусыз берген екен. Кейін сен есейіп, ер жеткен соң, өз қолыммен үйіріңе апарып қосамын, әкеңе табыстаймын. Оқытпай, тоқытпай бере салу менің жасыма да атыма да лайық емес. Алдымен оқуыңды бітіріп ал. Ордабек жас болса да көреген, түсінігі мол азамат деп үнемі мақтап отырды Қалтай әкем. Одан туған сен әкеңнен асып түспесең кем болмауың керек деп тәрбиеледі. Өз әкем Ордабек мені нағашыларыма тапсырарда, сіздерден хабар болмай, біз қозғалмаймыз, депті. Сол сөзінде тұрған екен ғой онда. Иә, орынбасар, Ордабек әкең нағыз мәрт кісі екен, дедім шәкіртімнің алғаусыз ақ көңілін аялап, әрі Қалтай ақсақалдың сұңғыла саясатына бала жүргенің тазалығын сақтауға тырысқан терең тәліміне сүйсініп. Тек сыртыңнан бақылап қана жүріпті. Қалтай атаңның көңіліне тимеуге тырысыпты. Мен өз үйіріме қосылсам да, бәрібір қазіргі ата-анамды тастамаймын, деді орынбасар мені одан сайын риза ете түсіп. Қайда барсам да қасыма ілестіріп жүремін. Оларсыз мен тамырсыз ағашпын ғой. Ал өз әкемнің уәдесінде тұрғаны расында мәрттік екен. Мақтан тұтарлық адам екен. Ішім алай-дүлей боп, ашуымды әрең тежеп отырмын. Сен шындықты білмейсің-ау балам. Әкең сені тіпті көруді де қаламай, шынашақтай шағалақ кезінде-ақ көпе көрінеу бастатқан тасбауыр біреу ғой, деп бәрін жайып салғымақ келеді. Бірақ олай етсем,
Біріншіден, мына бала бір тұтып отырған қалтай ақсақалды абайсызда өтірікші етіп алармын. Екіншіден, өз әкесі Ордабекке деген көңілін де бір жолата суытуым мүмкін. Үшіншіден, ең сорақысы, Орынбасар байғұс мұндай ащы шындықтан соң тек осы екі рулі елге ғана емес, жалпы адам баласына деген сенімінен айырылып тынар. Қой, екі ел аузыма төртеулі қақпақ. Сенім деген жайқалған жасыл ағаш. Оның тамырына балта шаппай-ақ қояйын. Құлақ салып үнсіз тыңдай білу де өнер. Оқуыңды аяқтап, дипломыңды қолыңа алған соң елге сәлем бере барамыз деген Қалтай әкем дұрыс. Негізі, үйдің жақсы болмағы ағашынан, жігіттің жақсы болмағы нағашыдан деген бар. Қалтай әкең алыстан болжап көре білетін, көкірек аясы кең, ақылыменен іс қылатын, жаратылысынан мықты адам. Сен бақыттысың, Орынбасар. Ақсақалға менен дұғай-дұғай сәлем айт. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Сау бол. Апыр-ай, әкем қашан келеді екен сонда? Кездесеміз деп еді, деп те бір сұрамады-ау. Не деген тәрбие десеңізші. Сұрағысы келгенде шығар-ау, бірақ сабыр ғой ұстап тұрған. Ақсақалдың өнегесі Қалтай атасы бұл ес білгеннен әкесін шыққан тегін тек мақтаумен болған екен. Шын мәнінде олай емес екенін біле тұра, көкірегі қаншама жылғы қапа реніштен қарс айрылса да, қолындағы шоқты балаға үсті салмай, періште жүректің құмырасына жарқыраған нұрды құйған да отырған. Бала көңілінде өз жұртына деген өкпе қалмасын, ертең ағайынымен тіл табыса алмай ала көзденіп жүрмесін деген көреген саясат бұл. Мұны мен жақсы түсініп отырмын, бірақ Ордабек осыған лайық па еді? Есік жабылған соң қанымның қайнағаны сонша, төбемнен түтін шығып кетердей халде отырдым. Дереу Сабыр Ахметовичке қоңырау шалдым. Қайырлы күн, қалайсыз? Бала-шаға ауыл-аймақ аман ба? Шүкір, бәрі жақсы. Ордабек досыңыз Алматыға қашан келмек? Бір ауыз сөзім бар еді. Ойбай сәке, мұны жақсылық нышаны деп есептейін бе? Сабыр Ахметович, мен су тасқыны немесе дауыл соқты деп тұрған жоқпын ғой. Айтатын бір ауыз сөзім бар еді деймін. Жақсы, айтамын, хабарласады. Арада 2 күн өтпей есігімді қағып Ордабек келіп тұр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, төрлетіңіз. Алдымдағы қағазға бірдеңе жазған болып, үн-түнсіз шұқшиып отырып алдым. Көз қиығыммен ғана қарап қоямын. Сәл ашуымды басып алмасам болмас, менің досым сабыр мен шыдам деп ішімнен бірнеше рет қайталап алдым да басымды көтердім. Қашан келдіңіз? Жаңа ғана ұшақтан түсе сала сізге келіп тұрмын. Түсінікті, естіген бойда желді есіп жеткен екенсіз ғой. Жасыратыны жоқ, сізбен сөйлеспек түгілі қайта көрместей болғанмын. Шаймерден әкемнің бір ауыз сөзі өңмемнен өтіп, көкейімнен кетпей тұрып алмағанда, рахмет әкеңізге рахмет деп басын изей беріп еді, сізбен сызылып әңгіме-дүкен құрып отыратын уақытым жоқ деп сөзін бөліп жібердім. Орынбасармен сөйлестім. Оқиғаның шын мәнінде қалай болғанын жасырмай айтып, нағыз бет-бейнеңізді ашып тастағым-ақ келіп еді. Құдай сақтады. Кейбіреулердің аузының салымы бар дейтін еді. Солардың сортынан болдыңыз. Перзентіңізден түбегейлі бас тартып, айдың-күннің аманында безбеліктікпен безіп кеткеніңізді Қалтай атаңыз Орынбасарға мүлде басқаша жеткізіп, сыртыңызда нағыз сырбаз да сақы азамат сияқты етіп сипаттап, сізге өшіктірмей қайта ынтықтыра тәрбиелепті. Ақсақалдың айтуынша, мәрттікке, даналыққа, тектілікке малып алған маңғаздың өзі екенсіз тегі. Орынбасардың санасында осы мінсіз қалпыңызда қала беріңіз. Түп әкесі Ордабек екенін ол өте жақсы біледі. Негізі баланы бағып-қаққан нағыз әкесі Қалтай аға. Өзі де Орынбасар оқуды аяқтаған соң үйіріне апарып қосамын деп құлағына құйып отырыпты. Сізден сұрарым, бір жылға қоян терісі де шыдайды ғой, шыдаңыз. Көрінген таудың алыстығы жоқ. Келесі жылы Орынбасардың оқуы бітеді, соны күтіңіз. Қалтай ағаны сыйласаңыз, күтесіз. Күтпеуге хақыңыз да жоқ. Көзілдірігінің астынан көз жасы сорғалай төгіліп жатыр. Байқамаған сыңай таныттым. Кешіріңіз деп қалтасынан бет орамалын алып, көзілдірігін сүрткен болып, көз жасын құрғатып қояды. Қоңырау соғылды. Менің сабағым бар, сау болыңыз дедім.
Мойнымнан үлкен жүк түсті-ау. Жүрегіме тыныштық ұялатқан сізге рахмет. Айтқаныңыздың бәрін бұлжытпай орындаймын. Мынау сізге деп отырған орындығының үстінде пакетті қойды да шығып кетті. Әуре болмаңыз, қажеті жоқ деп соңынан ілесе шықсам, жын ба пері ме, өзі түгіл ізі де жоқ, зытып отырыпты. Әйелдік әуестігім жеңіп, пакетті ашып қарап едім, көз жауын алатын шифон мен вилюр матасы екен. Көп ұзамай Орынбасар оқуын аяқтап ауылына қайтты. Өмір толқыны бірде үдей көтеріліп, бірде тыңшы кері серпіліп, өз ырғағымен өтіп жатты. Алматы шаһары байланысының күре тамыры мекемесіне келіп жұмыс істей бастағаныма 2 жылдан асқан уақыт. Мекеме басшысы нағыз тіл жанашыры. Кабинетімді кіргеннен қазақылықтың қоңыр иісі аңқып, көкірегіңді қуаныш кернейтіндей етіп көркемдеп, безендірсем деп жүргенмін. Қағаз алып сыза бастадым. Төбесі түгелдей дөңгеленген шаңырақ болса, босағаға сықырлауықты ағаштан сықитып тұрып, ойлап жасаса, ортаға ошақ орнына тағы пішінінде үстел орнатса, сабаққа келген әріптесім ошақтан жылу алғандай, жүрегіне тілге деген сүйіспеншілігі тағалғандай күй кешереді-ау. Сәйгүліктердің тағасын шеге сақтайды. Сол таға пішіндес үстелге 9 монитор шеге болып қағылса, ал шаңырақтан жоғары жанған отқа түсу-түспеуің киіз үйдегі тіршілігіңе байланысты дегендей, алтын әжемнің сонау балалық шағымда киіз үй құрарда көрсеткен оның 4 негізгі бөлшегі көз алдыма келе қалды. Шаңырақ пен сықырлауық есік дұрыс, ал кереге мен уық қайда? Қабырғаға кереге имитациясы жасалса, түңлікті айшықтайтындай жылжымалы стенд орнатсам, оған рәміздерді жарқырата ойып тұрып салдырсам, таңның атысы, күннің батысы, тәулік бойы кеудеміздегі жұдырықтай жүрегіміз қазақпын деп соғып тұратындай. Киіз үй негізінде ғалам моделі стилінде ғой деп ойға беріліп отырғанмын. Армандай білуде өнер. Шіркін-ай, есіктің тықылдатып Орынбасарым кіріп келе жатыр. Қайырлы күн, сәлем, Салтанат Шаймерденовна, ертең түсте біздің үйге қонақ боласыз. Жоқ деген жауап қабылданбайды. Әке-шешем күтіп отыр. Мекен жайыңызды айтыңыз. Түскі сағат 12-де машина барып алып кетеді. Қап, сенбіге жоспарлаған бір жұмыстарым бар еді. Жексенбіде жасарсыз. Әкем сізді көруге ынтызар. Жақсы, көріскенше, деп шығып кете барды. Көкейімде тұрған сұрақты қоя алмадым. Өз әкең бе, Қалтай атаң ба? Жарайды, бара көрермін. Айтылған уақытында машина келді. Қаланың жоғарғы жағына көтеріліп барамыз. Достық даңғылы бойындағы баяғы сыра зауыты жанынан оңға бұрылдық. Мына моншаға абитуриент кезімде келетінмін. Марқұм Ақсәуле анаммен бірге осы көшенің төменгі жағындағы Мұрат ағаның үйіне тоқтаған едік. Бәрі де күні кешегідей болғанымен, арада ширек ғасырдай уақыттың зыр ете қалғанын ойлап таң қалып келемін. Машина көк дарбазалы үйдің алдына келіп тоқтады. Қақпаны ашып Орынбасардың өзі күтіп алды. Ішке кіріп ортаңғы бөлмеге өттім. Диванда пияздай әдемі болып Разия апам, жанында Қалтай ағам отыр. Әкемді көргендей қуанып кеттім. Кеше ғана қоштасып, бүгін кездескендейміз. Амандасып жөн сұрасып жатырмыз. Орынбасардың келіншегін шақыртып, Қалтай ағам маған сәлем салдырды. Орынбасардың 3 ұл бір қызы бар екен. Ұлының үлкені жігіт болып қалған, пошымы Қалтай ағама келеді. Ортаңғы екеуі егіз, біріншісі ірілеу, екіншісі әлжуаздау, аласа бойлы екен. Қызы Орынбасардың аузынан түсіп қалғандай, бойы жердің құртындай болғанымен жыбырлап қалған пысық. Мен Разия апамды еш сөйлемейтін жан деп ойлайтынмын. Осы жолы ағынан жарылып әңгіме айтты. Орынбасар балам оқуын бітірген соң ауылда жұмыс істеді. Нанын жегізіп еңбегімізді ақтады. Ағаң қояр да қоймай сырттай жоғарғы оқу орнына тапсыртты. 2 ай жұмыс істеп айлығын алғанда Қалекең қарағандылықтарды қонаққа шақырды.
Ішім өртеніп, өкпем қысылып дүниеге сыймай кеттім. Егелері келіп баламды алып кетеді-ау деген уайым миыма сіңіп қалғаны соншалық күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылдым. Келіскен уақытымызда олар да келді. Жаңадан құда болғандай табысып, бір апта қонақ болып қайтты. Қалекеңнің қандай жағдайда болғанын іші білер, әйтеуір сыртқа ештеңе білдірген жоқ. Келіні келіп, апа табаққа тартылатын етті көрсетіп жібересіз бе, деді қиылып. Қазір балам, деп Разия апам орнынан ширақ көтеріліп шыға берді. Қалтай аға екеуміз қалдық. Салтанат, өзіңе мың алғыс. Ордабекпен сөйлесіпсің. Ол ештеңені бүкпей маған жеткізді. Кейде шындықтың шырмалған пердесін жауып, өтірік сөзге сүйеніп те өмір сүруге мәжбүр болатын жағдайлар басынан өтеді екен. Ордабектің шырағын өшірмеу үшін оның баласы Орынбасардың кеудесіне сөнбейтін жарық жағып беруім керек болды. Аға, өткенді қозғап, жараңыздың аузын ашып жіберсем, жауап бермесеңіз де болады. Бірақ көкейімде тұрған сұрақты қойсам деймін. Қарағым, өзіңнен жасыратын ештеңеміз қалған жоға осы, сұрай бер. Құдаңыз төлінің басын сізге қалай қиып берді? Немерең балаңнан тәтті болатыны рас. Ордабектің әкесі жалғызымнан айырылып қалмайын. Өз қолымды өзім кескендей болып отырмын. Сізге ауыр тиетінін де білемін, дегенмен біреудің босағасын сығалатып, жалтақ қылғаннан гөрі сізге аманат деп тапсырды. Тісімді сындырардай шықырлатып ашуға булықтым. Қызымды жер қойнына тапсырып қан жұтып отырғанымда немеремнің кінәсі не? Дегенмен Алла ұлық қой. Жиен немерем Разия екеумізге үлкен алданыш болды. Қараңғы түнекті серпіп ашқандай өмірімізге мән мен мағына алып келді. Соның қызығымен жүріп ауру сырқауымызды ұмытып кеттік. Жүрегімізге үміт отын жылт еткізіп алға жетелей жөнелді. Жасың келгенде бала бағу оңайға соқпады. Бірге тісіміз шықты, ішіміз ауырды. Алғаш тай-тай басты. Аяғынан қаз тұрып жүгіріп қырға шыққанда оның табанына кірген тікен біздің маңдайымызға кірсін деумен жүріп жаттық. Есесіне ес білгеннен аямай жұмсадым. Обалы қане, еңбекпен пісті. Әйтпесе, ертең біздің көзіміз кетсе, қайтып күн көрер еді. Ер азамат өзіне өзі сенетіндей болуы керек. Ол үшін қар жағдайынан еңбекке баулыған жөн. Одан оқуға түсті. Құдай өзіңмен кездестірді. Күн жылыта алмаған суық көңілімді өзіңнің бір ауыз сөзің жылытып еді. Өмір деген қиыннан қиыстырудың шебері ғой шырағым. Аға, Лашыннан өзге балаларыңыз болмады ма? Ей, қарағым-ай, апаң екеуміз перзент күйігін көп тарттық қой. Баланың қадірі әбден өткен жандармыз. Апаң оң құрсақ көтерді. Бәрі де бір жасқа жетпей шетінеп кете берді. Бесікті де бейіт басына қойдық. Туған баланың кіндігін балтамен дегестік. Құдай бізді бір перзентке зарықтырып қойды. Лашын дүниеге келгенде сүймек түгілі бетіне қарауға қорқатынбыз. Тағы да топырақ жұтып жібере ме деп есімін Лашын қойғанымызбен үй ішінде топырақ деп кеткенбіз. Әбден бауыр басып қалсақ, ертең қалай болады деп уайымдап, сол күйі еркелете де алмадық. Қатал болдым. Көзім өтіп кетіп айырылып қалам ба деп жақсы көруден де қорықтым ғой. Құдайға шүкіршілік айтып, жанымызды шүберекке түйумен отырдық. Қызым тұрмыс құрғанда бұрынғы жер қойнына тапсырған перзенттерінен көрмеген қуанышты Лашыным сыйлайды деп кеудемізді кере кеңнен демалып, қалтыраған қорқыныштан бүккен тіземіз енді жазыла бергендей еді. Ол қуанышта ұзаққа бармады. Қызымды емес, неге мені алмадың деп апаң екеуміз шұнақ құдайлап, жаратқанға да тіл тигіздік. Өлмесең бәрі де көреді екенсің, көнеді екенсің қарағым. Егер уақыт ағымына сай айтсам, Лашыным кешегім, Орынбасарым бүгінім. Қазір сол жаратқанға мың қайтара шүкіршілік айтып отырмын. Тастай қараңғылықтың артында да жарқырайтын сәуле бар екенін менен сұра. Адам тағдыры Алланың қолында. Азды-көпті кешкен тіршілігіңде пешенеге жазғанын көресің де. Алматыға көшіп келгендеріңізге көп болды ма? Біраз уақыт болды. Баламның жұмыс бабымен келдік. Қонақтар келе бастады. Ордабекті бірден таныдым. Бұрынғыдай емес, адамның қанат жаюы көңілге байланысты-ау. Көңілі тоқ,
кісіні түрінен танисың. Әйелі келіскен келіншек екен. Беті қызарып балбал жайнап отырды. Олардың үйіндегі үлкен кісілер Қарағандыға тойға кетіпті. Дастархан басына отырғанда сол жағымдағы ер кісіні шырамыттым, бірақ кім екенін есіме түсіре алмадым. Ет желініп, шай келгенде әңгіме қыза түсті. Сөйтсем, ол кісі баяғыда Орынбасарды тепкілеп, сол қолын сындырған баланың әкесі болып шықты. Міне қызық Қалтай ағам. Қазір бұл інімсіз той-томалағымыз өтпейтін болды. Балалардың баяғы білместігі ұмытылды. Керісінше, бұрын бір-бірін танымайтын адамдар аралас-құралас боп, ағайын-туысқа айналып кетті деп түсіндіріп өтті. Бәріміз мәз болып күліп жатырмыз. Бір жамандықтың артында бір жақсылық бар деген осы да. Ордабектің өзі мен үшін Алматыға көшіп келді. Қалай риза болмайсың? Үйіңдегі келін жібек балам алдымнан кесіп өткен емес. Уақыт та біраз жерге таяп қапты. Рұқсат болса қайтайық, десіп сәлден соң қонақтар қозғала бастады. Мен де орнымнан тұра беріп едім. Орынбасар, сіз сәл кідіріңіз, соңынан шығарсыз. Машинамен үйіңізге жеткізіп салады деп өтінді. Қонақтар қайтқан соң өзіміз отырып ыстық-ыстық шай іштік. Қаншама әсерлі естеліктер, жылы лебіздер айтылды. Соңында Қалтай ағам батасын беріп, сый-сияпатын ұсынып, қимастықпен әрең шығарып салды. Әкем тіріліп келгендей қанаттанып қайттым. Шаймерден әкемнің аяғына жастық қойып, немересін тербеткенде айтатын өлеңінің сөзі мен мақамы көз алдымнан жып-жылы болып өте шыққаны. Ля илляха илалла, илаллада пайда бар. Барар жерің қараңғы, шам шырағың сайлап ал. Иманын көпірлікке сатпаған, тағдырдың ауыр тауқыметін тартса да, жақсылықтан үмітін үзбеген, мейірімге толы, жан дүниесі тас қараңғы түнекті жарық қылған адамның бәрін құлақ қойып, жүрегімен тыңдай білетін Қалтай аға, ізіңді жалғар ізгі ойлы Орынбасарың аман болсын. Жақсы сөз жарым ырыс деп білетін, қиындықпен бетпе-бет келгенде қайсар рухы сынып кетпейтін нар тұлғалы жан, әулетіңізбен мың жасаңыз. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі аудио әңгімемде кездескенше сау болыңыздар.